Құрметті достар, форумға арнайы келген кезекті мейманымызбен таныс болыңыздар. Әпке, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай саланың, қай кәсіптің иесісіз? Руым Шварайғыр, Монғолиядан келген Жидебо қызы боламын. 2005 жылы осы Астанаға аяғымды тиеп келдім. Тарихи отаныма келгеннен бастап Ақмола облыстық ғылыми ақпараттық техникалық орталықта бас маман болып жұмыс жасап, кейін жаңа кәсіпке кеттім. Кәсіп дегенде осы біздің мына ұлттық мүдде, салт дәстүріміздің жай рақат болып қалғанына, алыстан келген, сармайдай сақтап келген дәстүрімізді осы жердегі қазақ ағайындарға адамға әкеліп, және бұл жердегі тарихи отанымыздағы қазақтардың өздерінің сақтаған салт дәстүрімен бірлесіп қол өнерімді дамыттым. Монғолияда жаңағы мынау тері жүн кәсіп саласында, Монғолияда Баян-Өлгейде туып өсіп, Ресейдің Таулы Алтай өлкесі Қосағаштың жаңа ауылында оқып, қайтадан жаңағы 10 сыныпты Монғолия Баян-Өлгейден барып бітірдім. Кейін жаңағы Казгу қабырғасында дінтану факультетінде оқыдым. Монғолия мемлекеттік университетін бітірдім. Тарихшымын, дінтанушы мамандығым және журналисті. Енді негізінде мынау Корея, Японияда көптеген жаңағы кәсіптік деңгейімді дамытып оқыта жүріп, осы біздің өзіміздің мынау тері өндіріс дегенде аяқ киім әкеліп, осы жерден аяқ киім тіге бастадым. Қазір мынау самғау деп жүргендердің негізін қалаушымын. Мына кожа галантерия, мына өзімнің үстімде тұрған сумкалардың барлығын Монғолияда Ошигин Агуй деген үлкен жаңағы терімен айналысатын серіктесімізбен бірігіп, соны істеп, оны осы жерге әкеп, осы жерде жалғастырып, одан қосымша жаңағы ауыл шаруашылығын қосып алдым. Ауыл шаруашылығында бізде жаңағы бөдене құсы дегеннің, құс саласындағы бөдене құсын ең алғаш Қазақстанға әкеліп, соны өсіріп, соны үйреніп, соның және жаңағы үй тауығы құс саласының маманы болдым деймін. Оған қосып жаңа біздің ұлттық тағамдар, ақтағам, сүт өнімінде қазір міне құрт өндіреміз, айран, барлығы таза еңбектің, адал еңбегіммен тарихи отаныма жаңа кірпіш болып қаланып, айын деп келгем, жаңағы бірдеңе алайын деп келгем жоқпын. Біліммен ұштастырып, адал еңбекпен тарихи отаныма өзімді үлесімді қосайын деп келген қазақтың қызымын. Бүгін міне қоластыңызда қанша қазір бізде 30 жұмысшы бар. Агро Greenfood деген компаниямыз бар. Аллаға шүкір. Қазір мына Ақмола облысына орналастырдық. Бұрын осы Астана қаласында болдық. Өйткені Астана қаласында мына жаңағы ауыл шаруашылығының құс асырауға, мал асырауға тиым салғандықтан, сол жаңағы жақын маңайдан сатып алып, сонда өзіміздің таза отбасымызбен, бала шағамыз, маңайымыздағы адамдарымызға өзіміздің білгенімізді айтып, және осы құс саласындағы бөденеге адамдарды тартып, оларды оқытып, олар бізден кеткен адамдар жаңа өздері курс қып сатып, өздері ары қарай кәсібін асып дамытып жатыр. Енді қолөнер саласында да Аллаға шүкір көптеген нәрсені өз білгенімді көрсетіп, үйретіп, тегін және өзімнің білмегенімді осы жерден үйреніп, енді бір қазақпыз ғой, біз Монғолиядан, анау Қытайдан келдік демей, қазақ бір болу керек. Бүгінгі күнге дейін. Мысалға, бүгінгі форумның мақсатын білесіз, жалпы әлемнің әр түкпірінде жүрген, оның үстіне еліміздегі қандас кәсіпкерлер болсын, барлығының басын қосып, осы елдің экономикасының дамуына бір үлес қосу мақсатында барлығын тәжірибе алмасып, пікір алмасып, мүмкін ортақ бір дүниелер шығар деген дүниемен бас қостырып жатыр ғой. Жалпы осы форум туралы не айтасыз? Енді бұл форум туралы негізі биыл мынау еңбек адамы елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев, ол кісінің өзі де жаңағы біздің мемлекетте осындай таза өзінің еңбегімен мемлекетке үлесін қосып жатқан қарапайым адамдарды қолдайық, оларға да не қылайық, өркендетейік деді. Енді біз өркенге үлес қосып жатқаннан кейін, бүгінгі мынау енді шеттен келген қазақтардың осындай дүркіретіп кәсібін жүргізіп отырған, шеттегі дүркіретіп кәсібін жүргізіп отырған деген тақырып солай ғой. Енді мен кәсіпкер ретінде келгеннен кейін әрине бізде болмай жатқан нәрсені шеттегілердің ойымен бөлісіп, барлығын ұштастырып, біріксек жаңағы небір белестерді бағындырамыз. Қайткен күнде мемлекетке қол жаю емес, мен мемлекетке қол жаймаған адаммын, мемлекеттен ешқандай көмек алмағанмын. Өзімнің тек қана өзіміздің жолдасымның, өзімнің еңбегімізбен, маңайымыздағы сол бірлескен өзіміздің жұмыскер сондай адамдарымызбен осындай өз үлесімізді
кішкентай ауылдан болса да соны қосып өзіміздің маңайымыздағы адамдарға әлде кішкентай болса септігіміз тиіп жатыр. Жұмыспен қамту ол біздің мемлекетке тигізіп жатқан шынайы үлесіміз. Ал енді өзіңіз сияқты жалпы сыртта жүрген, әлі Қазақстанға көшіп келмеген, немесе көшіп келем ау деп екі ойда жүрген қандастарыңызға, жалпы кәсіпкер әріптестеріңізге не айтар едіңіз? Мен негізінде айтамын, Қазақстанға келгендерің өте дұрыс. Қазақстанда еңбек еткен адамға еңбек етсең тояды қалың, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді ғой. Еңбек етіп, пұлдай істеп, биде іш дейді. Мен өзім екі қолыма дипломдарымды сандыққа салып қойдым да, екі қолыма күрегімді алып, таза физический трудқа көшкем. Соның жетістігінде Құдайға шүкір жаман емеспін. Зауытбек Тұрысбек ол кісінің көптеген нәрсесін қандай мықты нәрселер атқарып жатыр бұл кісілер. Осы нәрселер толықтай шындығымен де шеттегі қазақтарға да, осында жүрген қазақтарға да жетпейді. Өйткені не? Маңайда жүрген өңкей жаңағы озбыр, жасампаз, жағымпаз адамдар соларды торлап алғанда, солардың арқасында бұндай жақсылық нәрсенің барлығы жаңа билікке шынайы емес ниетте болады. Бүгін енді маған рахмет, сол осындай жағымпаз топтардан менің тізімнен шығарса да, Зауытбек Тұрысбек ол кісі маған ресми хат жолдау керек деген өзіммен келдім. Аллаға шүкір, жігіттері жоқ емес, қазақтың ер азаматтары аман болсын. Бар, мені арнайы кіргізді. Мен кіруге міндеттімін. Мен бұдан тек үлесім келген, шеттегі келген қазақтар келіңіздер деймін, шақырам отанға. Келіңіздер, осы жерде шынайы дұрыс адамға кездессеңіздер, жоқ емес, барлық жақсы нәрсе. Әрине қиындықсыз болмайды. Өмір деген күрес. Сен сатқынның ұрпағысың, сен сатқын қазақсың, сен моңғолсың, сен қытайсың дегенді оны елеп ескермеу керек. Әр адамның өзінің жаңағы тарихты білмейтіндерден шығады. Шын мәнісінде сол біз кезінде мықты қазақтар кетті, ұрпағын сақтады, сол ұрпақ бізге қайтадан отанымызға келіп, бұл жердегі әрине қазақтарымның небір жақсы адамдары бар. Олармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Аллаға шүкір, қазір бұрын енді оралмандар десе, қазір оралмандармен танысып, солардың қасында жүріп, еңбекке баулу, ол деген үлкен жақсы нәрсе. Мен қазір маңайымдағы көрші қолаң әйелдерімнің өзі кезінде мені, сен неге жүгіре берсің, мынау неге істейсің дейтін. Қазір өздері үйлерінен мантыларын түйіп жасап, тұшпарадарын жасап, кішкентай болса да ол көріп жатыр. Ол да менің сол адамдарға ана жаңағы менің кішкене жігер беруім. Жігер бермесең, әрине тек қана атақ даңқ, мен мұндаймын, мен ондай атақ даңқ қылмаған адам. Менің бар болмысым осы қазағыма шынайы жан тәніммен өзімнің білгенімді бөлісіп, өзімнің білмегенімді осылардан үйрену, сол менің алға ұстаған бағытым да, бағдарламым да. Тамаша. Көп рахмет әпке. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Елге үлесімді қосам деп, әлде қосып жатқан осы еңбегіңіздің жемісін жеуді бұйыртсын.